Сәлем достар, сіздермен қалам арнасы. Ал менің атым Нұрлан Қаламов. Достар, бүгін көріп отырғаныңыздай Draw My Life деген форматта видео болады. Яғни мен сурет салу арқылы сіздерге өз өмірімді айтатын боламын. Ал кеттік. 1998 жылдың 12 қарашасында Нұрлан деген бала дүниеге келеді. Сол кезде Нұрлан Балғынбаев деген өте атақты адам болған және соның атына мені қойды. Шын айтсам, мен ол адамға мүлдем ұқсамайтын сияқтымын. Бірақ ол адам сияқты үлкен жетістіктерге жеткім келеді. Кішкентайымда мен өте томпақ болғанымды білем. Даже аға менің қасымда арықтау көрінді. Ол кезде біздер отбасымен Индер деген ауылда тұрғанбыз. Қазіргі уақытта Индерде 30 мыңдай жуық адам тұрады. Иә, бұл кішкентай жайлы ауыл. Маған Индерде тұрған шынымен де ұнап жүрді. Бірақ 2004 жылы біздер Индерден Атырау қаласына көшіп кетеміз. Егер де білмесеңіздер, Индер мен Атыраудың арасы шамамен 180 километрді құрайды. Бірден Атырауға келгеннен кейін мені ата-анам мектепке тапсырады. Мен садикке де нулевойға да бармаппын. Сразу 1 классқа түстім. Ал жасым болса 6-7-де емес 5-те болды. Білмеймін, бәлкім ата-аналар мені Эйнштейн деп ойлаған болар. Бірақ негізінде 1 классқа 6 жастан барады. Шын айтсам, 1 класста оқу маған ұнамады. Өйткені оған дейін осындай жерлерге баруды үйренбегесін, маған көбінесе үйде ойнап жүрген ұнаған. Бірақ уақыт өте 3 классқа қарай мектеп маған керісінше ұнай бастайды. Өйткені біздің сынып шын мәнінде өте көңілді, қызықты адамдар екен. Олармен ешқашан ішім пыспайды. Сонымен қатар 3 класста менің жан досым пайда болды. Сіздер оны білуіңіз де мүмкін. Иә, ол Әлішер. Біздер бір-бірімізбен жақсы сөйлесіп кеттік. Сонымен қатар қызығушылығымыз да бірдей болды. Мектепке бару маған ұнай бастады. Сонымен қатар маған ұнаған сабақтар да болды. Бұлар сурет сабағы, ағылшын және информатика. Информатика сабағында біздер компьютерлермен CS 1.6 ойнайтын едік. Әрине, апай болмаған кезде. Қызық кездер ғой. Кішкентай кезімнен мен сурет салған ұнататынмын. Даже өзінің көптеген комикстарым болған. Мектепте де көп салатынмын. Қоңырауда, даже арасында іш пыстырып отыратын сабақта мен тығылып комикстарым жасайтын болдым. Кейін Әлішерде қызығып, ода комикс салып кетті. Біз екеуміз бірге комикс жасап, бір-бірімізге көрсететін болды. Мектепте менің комикстарымды оқитын сыныптастарым да болды. Комиксымның әрбір сериясын күтіп отырған достарым да болды. Көріп тұрсыздар ғой, даже сол кезде менің көрермендерім болды. Ал бір кездері даже маған біреу комиксқа заказ берген болатын. Ол маған комикс деп берсең ақша берем деген. Солай мен оған 1-2 комиксті жасап, ақша тапқан болатынмын. Сол кезде мен өзі шағын бизнесмен болдым. Суреттен, комикстан басқа мен ата-аналарым ағылшын курсына жаздыртты. Шын айтсам, ағылшын тілі маған ұнады. Және сол кезде мен тез үйреніп алғым келді осы тілді. Өйткені кішкентай кезімнен мен бір күні шет елдерге барғым келген және бір шетел досым болғанын қаладым. Ағылшын тілі курсына барып жүргеннен кейін мен мектепте ағылшын сабағым жақсарды. Мен осы пән керек екенін сол кезде түсіндім. Сонымен қатар мен таэквондо, бокс деген спорттарға қатысқан болатынмын. Боксқа 2 жылдай қатысқан болатынмын. Бірақ шын айтсам, өзімді бокстан көрмегесін 2012 жылы бокстан шығып кетемін. Сол кезде мен ютубпен қатты қызығып жүрген болдым. Мен даже сол кезде каналым болды. Ішінде мен бір шағын анимациялар жасайтын болдым. Олар әлі күнге дейін бар ютубта, шын айтсам. Достар, егер де сіздерге қызықты болса, осы видеоға 3000 лайк жинасақ, сосын бір күні мен көрсетем сол анимацияларды. Ол анимацияларды әлі ешкім көрген жоқ. Сол 2012 жылдан 2013 жылға дейін ютубты меңгеріп, неше түрлі өтірік видеолар, анимациялар жасап, кішкентай болсын тәжірибе аламын. Кейін 2013 жылда мен орысша канал ашып, ютубта орысша видеолар түсіре бастаймын. Ол арнада мен 160 мыңдай тіркелуші санын жинаймын. Алайда кейін оларда да статистика жаман бола бастайды. Мен де видеоларды жиі шығармай бастаймын. Сонымен қатар видеолардың сапалары да түсіп кетеді. Сөйтіп 2018 жылы ол арнаны тастап, Нұрлан Қаламов арнасын ашамын. Бұл арнаны көпшілігіңіз білетін шығарсыздар. Мен ол арнада Майнкрафттан бастап, неше түрлі форматта видео түсірдім. Let's play, влог, блог, челлендждер, скетчтар, не болмады десеш ол каналда. Ал қазір ол арнада барынша сапалы, пайдалы видеолар түсіруге тырысамын. Ол арна қазіргі уақытта шағын отпускте деп айтуға болады. Идея болған кезде, шабыт болған кезде міндетті түрде ол арнаға видео шығады. Ал осы 2020 жылы мен осы қалам арнасын ашамын. Өйткені кішкентай кезімнен анимациялар жасап, аниматор болғым келген. Ал енді осы мақсатымды жайлап орындап жатырмын. Әрине, сіздердің қолдауларыңыздың арқасында. Сол үшін сіздерге рахмет. Сонымен қатар 10 мың тіркелуші саны болғанына барлықтарыңызға рахмет. Сіздерге 10 мың тіркелуші саны болғанда қызықты видео шығарамын деп айтқан болатынмын, және мен өз уәдемде тұрдым деп ойлаймын. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар.